деген жақсы денсаулық пен нашар есте сақтау қабілеті. Ішкі дүниесі тыныш адамның сыртқы әлемі де қуанышқа толады. Өмірге қуана білу күніне бірнеше қайталау керек болған ең дұрыс шешім. Құлақ түріп қараңыз, айналаның бәрі әсем әуен. Оны ести алу үшін миыңыздағы артық ойлардан арылыңыз. Азға қанағат ете білмеген баршылықта да көңілі толмайды. Өзіне өтірік айтпайтын адам құстай еркін, баладай бақытты. Кетем дегеннің жолын байлама. Болашақты күтпе. Ештеңені қиындатпа. Өйткені өмірде бәрі өз орнымен болады. Бақытты адамның ең алғашқы белгісі айналасындағыларға ештеңе дәлелдеуге ұмтылмауы және бәрін өзі үшін жасауы. Егер де сіз айналаңыздан тек сұлулық көре алсаңыз, онда жаныңыз таза адамсыз. Өйткені әлем айна секілді, әркім өз ойындағысын көреді. Кішігірім нәрселерге қуана біліңіз, себебі ол үлкейіп, үлкен бақытқа жалғасады. Қолыңыздағы бар нәрсеге қуана білу молшылықтың бастауы. Неғұрлым махаббат, ақыл, сұлулық және жақсылыққа құмар болсаңыз, айналаңыз да жақсылықтарға тола түседі. Нағыз бақыт жаныңда сырыңды бөлісіп, сені күлкіге қалдырмайтын адамның болуы. Болған нәрсені ұстамдылықпен қабылдасаңыз, келесіде ешқашан ол сізді бағындыра алмайды. Өзгелерге өзіңіз жайлы көп нәрсе айтпаңыз. Өйткені ашу үстінде үнсіз жүргендердің де тілі шығады. Махаббат өмір сүруге деген құштарлық. Әр адамның өмірінде екі ағаш болады. Бірі бақыт, екіншісі қайғы. Осы екеуінің қайсысын мәпелесең, соның жемісін көресің. Өткеніне көп қайрылатын адамның құрдымға кетуі тез әрі анық. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлқына байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Махаббат біреу, көшірмесі мың түрлі. Бір күні жалғанмен қоштасатыныңды мойындау керек. Мәңгілік көктемді армандауды қойсаңыз, жаз бен қыста бақыт сыйлайды. Бәрінен де тек қана өзіне бағынышты адам бақытты. Кейде өзімізді бақытсыз сезінуіміздің себебі басымыздағы бақытты тірлікпен алысып жүріп байқамауымызда. Жұлынған гүл сыйлануы тиіс. Жазыла бастаған өлең аяқталуы. Ал сүйікті әйелің бақытты болуы тиіс. Олай болмаса, әлің жетпейтін нәрсені бастама. Құрметті оқырман, видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Және де арнамызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.